Байлар да жылайды. 14-ші бөлім. Бір үйдің бағы бір адамға қонады деген рас екен. Бәйбіше қайтқалы біздің бизнестің де берекесі кете бастады. Оны мен сақтап қалуға қанша тырыссам да алға баспай қатты қиналдым. Маған көмектесетін кеусімақтың жүрісі анау, өзін-өзі кері тартып, керағар кертартпа болып жүр. Ол аздай үлкен қыздың шетелден келгені жығылғанға жұдырық болды. Әй-шәй жоқ, қаланың қақ ортасындағы дәріхана мен оңтүстікте орналасқан тағы бір дәріхананы сатып жіберді. Оған менің қарсы тұруға қауқарым жетпеді. Өйткені сол екі бірдей дәріхана соныкі, оған ешкімнің таласы болмауы керек екен. Ол ма? Бұл қыз мына әбіржіп жүрген әкесін көргенде менен сырт айналып шыға келді. Тіпті осының бәріне мені кінәлап әңгіме айтты. Өзі қазақшасын сөйлей алмай отырып, қазақтың әйелі ондай болу керек, мұндай болу керек деп, бұл бәйбішеден де асып түсті. Қысқасы, осыдан соң көксегенімнің бәрі қиялда қалып, мен арманыма жете алмайтын жаққа шықтым. Енді менің басыма қара бұлт үйіріле бастады. Өйткені кіші қыздың да үлесі бар екен. Ол мына біз тұрып жатқан үлкен үй дейді. Сыйға берілген қағазы бар дейді. Демек, бұл үйден де болашақта айырылып қалуым мүмкін. Мұны ойлағанда тіпті де есім шықты. Енді маған тез қозғалып қамдану керек. Әйтпесе тартысқа түскелі тұрған мұнша дүниеден құр қаларым анық. Ол үшін не істеуім керек? Ол үшін соңғы 10-15 күнде қараусыз қалған мына еркекке қарауым керек. Жетектеп жүрсем де бетін бері қайтаруым керек. Ал Асылбек жайлы мүлдем ұмытуым керек. Тым болмаса ұмыта тұруым керек. Сонда ғана мына үлестен ұпай алатындай мүмкіндігім бар. Әйтпесе бәрі бекер. Соңында далада қалып, ел жұртқа күлкі болғадан басқа түк таппаймын. Онсыз да бірі шалға тиіпті десе, енді бірі тоқал болыпты деп ауылымның шулағаны бар. Қысқасы, қол қусырып ортыра бергеннен пайда жоқ. Сол үшін де Сәкеңді іздей бастадым. Ол төменде жалғыз жүрген болуы керек. Ал үлкен қыздың қалаға кеткелі қашан? Ол келсе де түн ауа келеді. Тіпті келмей қалуы да мүмкін. Негізі бұл қыз келсем жаңа жылға келермін деп кеткен еді. Аяқ астынан қайтып келді. Сөйтсем шетелден үй алмақшы екен. Соған ақша керек. Ал мына төмен қабатта тықырлап жүрген бұл Сәкең. Өйткені үйде екеуміз қана. Дауыстап шақыра бастадым. Ау, Сабирашжан дейді. Даусынан ақ сезіп тұрмын. Ішіп алғаны айдан анық. Ал ішкен адаммен менің сөзім жараспайтыны бар. Өйткені сұрағыңа мардымды жауап бере алмайды. Бірақ енді мұның сау күнін күтіп жүретін уақытым жоқ. Сол үшін де шақыра түстім. Сәке, келіңізші, екеуміз отырып кешкі ас ішейік. Индира келмейтін сияқты. Келсе де кеш келер дедім. Сөйтсем әндетіп алған Сәкең сатыдан көтеріліп келеді. Көңіл күйі тіпті жақсы. 4 құбыласы түгел. Ау, Сабирашжан, ау, Сабираш дейді тілі күрметіліп. Сабирашкам менің, мен саған бір қызық айтайын ба дейді. Міне қызық, әншейінде түк сөйлемейтін сорлы бүгін маған әңгіме айтпақшы ма? Сонда не айтқысы келді екен? Тыңдап көрейін, жұғымды бірдеңе айтса неге тыңдамасқа? Ас бөлмеге барайық, Сәке, сол жерде айтарсыз, жүріңіз дедім. Ішіп алған сорлы қалтырап алып алдыма түсе берді. Содан ас бөлмедегі үстелге кеп жайғастық. Сонда ғана анық көрдім. Қызы айтқандай бар екен-ау. Біздің Сәкең шынымен де қатты әбіржіп жүдеп кетіпті. Арақ жақпайды маған, Сабираш, көмектесші, құтқаршы мені дейді. Ойбой, мынаның айтқан қызығының түрін қара. Аузына арақ құйдым ба бұның? Әлде сатып әпердім бе? Не айтасың мұндайда? Өзіңізге байланысты ғой. Ішпеймін деген адам ішпей жүре алады.
Қашанғы мен сізді сүйрелеп жүремін, менің сізге шамам келмейді. Өйткені әне-міне дегенше құрсағымды қолыма алып балалы боламын дедім. Құрсағымды айтсам, бұл сорлының құрақ ұшатынын білемін, безілдей жөнелді. Жаным, күнім, айым деп айналып толғанып тастады. Қарнымды сипалап баласымен сөйлесіп мәз болды. Қысқасы мені құшақтап шыр айналды. Ал мен болсам өз-өзімді кейінге тарта бердім. Өйткені мөңкіген арақ иісі тамағымды қыршып өтті. Шынымды айтсам, өте жиіркенішті еді. Бірақ мен бұрынғыдай өз бөлмеме тұрып кетпедім. Себебі мына адам маған аса қажет еді. Қысқасы, қолындағы құжаттарын алмай маған тыным жоқ екенін түсінгенім қашан. Сол үшін де сөзге тартып қулыққа бастым. Осы баланы аман сол құшағыма алсам, мен бұл үйден кетемін, Сәке, дедім. Көзі аларып селт ете қалған сорлы: не дейсің, Сәбираш? О, не дегенің? Кетемісің несі, дейді кекештеніп. Не дегенімді естіңіз ғой, мен үйіме кетемін, дедім бозарып. Онан соң ойымдағының бәрін жіпке тізіп отырып айта бастадым. Кетпегенде қайтемін, дедім. Сіздің жүрісіңіз мынау, ал бизнестің түрі анау. Бұрынғыдай сауда жоқ, шетелде тұрады деп мақтаған қызыңның түрі мынау. Келді де әй-шәйға қараған жоқ, сатып жіберіп, ақшаны қалтасына басты. Ертең екінші қызың келеді, оның да атында біраз нәрсе бар шығар. Ол да солай жасаса, сонда мен қайтпекпін, мына баланы қалай бағамын? Сол үшін осындай шешім қабылдадым. Қысқасы, ауылға кетемін, дедім. Міне, енді ол маған жалпылдай бастады. Олай болмайды ғой, Сәбираш, дейді. Іле-шала жауап қайтардым. Болғанда қандай болады? Тіпті қатып кетеді, көрерсіз әлі, дедім. Басы салбырап кетті. Тілін жұтқандай жұтыншақтай берді. Содан біраздан соң барып аузына сөз түсті. Сонда мен қайда барамын, дейді, көзі жыпылықтап жалынышты үнмен. Білмеймін, дедім де сөзімді жалғай түстім. Сіздің ең бастысы баратын жеріңіз бар. Өйткені міне мынадай үйіңіз бар. Бір емес екі көлігіңіз бар. Ал мына мен қайда барамын? Үйімнен басқа баратын жерім жоқ. Бірақ мен үйіме кетер болсам, онда қайтып келмеймін. Баланы да бермеймін. Егер де менімен мына балаңыздан айырылғыңыз келмесе, онда бізге иелік етіңіз. Арақты мүлдем тастаңыз. Сосын мына менің атыма бизнестің бір бөлігін өткізіңіз. Ал маған сенбейтін болсаңыз, мына балаңыздың атына қалдырыңыз, дедім. Я, дұрыс деп қоштай жөнелді. Сезіп тұрмын, бұл сорлының менен де баладан да айырылғысы жоқ. Бірақ, деді де жер шұқып үнсіз қалды. Мен енді онан сайын күдіктене бастадым. Қатты ойға баттым. Шынымен де мұның атында түк жоқ екен ғой деген ойға қалдым. Я, бұл Сәкеңнің атында түк жоқ деген әңгімені бұрында құлағым шалғаны бар еді. Міне, бүгін сонысы айдан анық болды. Әйтеуір абырой болғанда көп жүрмей үлкен қыз шетеліне кетті. Сонда ғана мен одан құтылғандай болдым. Алайда араға апта салып қайта оралды. Қандай да бір құжаттар үшін келіпті. Бірақ кіші қызды да ерте келіпті. Ол аздай мына үлкен үй мен тағы да екі дәріхана осы кіші қыздікі болып шықты. Әрине, мұны білгенде мен де қарап отыра алмадым. Осылардың ұрпағын арқалап жүріп, не үшін қарап отыруым керек, дедім. Таныстарым арқылы мықты адвокаттар іздей бастадым. Міне, осылайша бәйбішенің сүйегі кеппей тұрып өзара қанталапай басталды. Жалғасы бар.